Еңбегімен үйленген ер-ана Зәкәрия Сейітқызы. Зәкәрия Сейітқызы 1929 жылы 5 желтоқсанда Алматы облысы Киров ауданы Карл Маркс колхозында дүниеге келді. Зәкәрия Сейітқызы: шындығында да еңбегім менің өмірбаяным, еңбек менің алданышым, бақытым болды. Сол еңбек мені ауылдастарымның құрметіне, сеніміне бөледі. Алғысын алдым. Бұл мен үшін дүниенің рахаты, теңдесі жоқ марапат. Егер мен кейінгі толқын жастарға ізбасар інілерім мен сіңлілеріме бақытты алыстан іздеме, бақыт өз үйіңнің іргесінде, туған ауылының топырағында, еңбек даласында жатыр десем, қателесе қоймаспын деп ойлаймын. Сол бақытты тапқандарынша талпынып, тапқан соң қадіріне жетіп, қастерлей білгейсіздер.